Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздерге мен, тәрбиеші Айзада Берегенқызы. Бүгін біз сіздерге лас суды тазарту тәжірибесін көрсететін боламыз. Олай болса, ең алдымен қатысушыларымызбен таныс болсақ. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Нанайым. Мен бүгінгі тәжірибеге көмекшімін. Керемет. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Айша. Мен де осы тәжірибеге қатысамын. Жарайсыздар. Айша, Жанайым, сендер білесіңдер ме? Біздің жер ғаламшарымыздың көп бөлігін су алып жатыр. Ал сол судың жартысынан көп бөлігі ішуге жарамсыз. Яғни елімізде суды тазарту мәселесі ең бірінші орында. Соны біле жүріңдер. Жарайсыздар. Олай болса, кәнекей тәжірибемізді бастайық. Ең бірінші біз керекті құралдармен танысып өтсек. Сүзгі, кепсек, майлы, дәледен, Дәкен. Жарайсың. Ең бірінші біз не істейміз? Банкадағы суды ыдысқа құямыз. Айша, мен саған көмектесейін. Жарайсың. Біздің суымыздың ішінде металдар мен қоқыстарға толы екен, иә? Ең бірінші дәрі тесігі бар. кепсерді Қолданайық. Кепсердің көмегімен ала беремін. Қайсаны аламын. Келесі. Айша, сен аламаған қоқысты кішкентай тесігі бар, кепсеңмен аламын қоқысты. Жарайсың. Қоқыстан тазарған секілді суымыз, иә? Бірақ та ішінде металдар бар екен. Оны магнитпен пайдаланайық. Магниттің көмегімен металдарымызды алайық. Магнит металды өзіне тартады. Сендер білесіңдер ғой? Білесіңдер ме? Кәнекей, мен сіздерге өтейін. Сіздер тартып алыңдар. Айша өзі магнитпен алды. Тағы да бір магнит бар. Жарайсыздар. Балалар, біздің суымыз магниттерден, яғни металдардан тазарған екен, иә? Магниттің көмегімен. Олай болса, келесі кезекте біз сүзгіні пайдалансақ. Яғни кепсерден кейінгі сүзгі біздің кішірек, ірі тесіктері аз. Осыны пайдаланып, тағы да сүзгіден өткізейік. Суымыз тазарған секілді, иә? Бұл суды ішуге бола ма? Болмайды. Дұрыс айтасыңдар, ішуге болмайды. Мен бұл суды тағы да сүзгіден өткізгім келеді. Келесі бізде дәке бар, иә? Дәкені қолданайық. Дәкен екеуін екі жақтан ұстандар. Мен үстен құятын боламын. Екі қолдармен ұстандар, Айша. Тап ұстасыңдар. Және де қашындар арадан. Дәл ұстан. Үстінен құятын боламын. Дәке өзіне керекті ірілі қоқыстарды ұстап алады. Ал енді қараңдаршы. Суымыз тазарды ма? Тазарды. Әлі де бұл суды ішуге болады деп білесіздер ма? Жоқ. Бұл суды ішу үшін бізге күнделікті суды тазартатын құрылғы керек. Өздерің білетіндей. Егер бізде қазір мысалға суды тазартатын құрылғы жоқ. Сол себептен бұл суды біз іше алмаймыз. Білесіздер ме? Жарайсыңдар. Олай болса, балалар, қазір мен сендерге қызықты тағы да тәжірибе көрсеткім келіп тұр. Көргілерің келе ма? Жарайсыңдар. Бірақ та бұл тәжірибені сендер тек тәжірибеде пайдалану керексіңдер. Ал шынайы өмірде пайдалануға болмайды. Осыны ұмытпаңдар. Қазіргі алдымызда тұрған лас суды белгілі бір заттың көмегімен ағартатын боламыз. Дегенмен бұл су ағарғанмен қазір оның дәмі өзгеріп кетуі мүмкін. Ал дәмін ішу біз үшін өте қауіпті. Себебі бұл зат түсін өзгертетін зат. Бұл хлор деп аталады. Яғни хлор қоспасы. Қазір мен хлор қоспасының ішіне қосатын боламын. Сендер бақылап отырыңдар. Келісіп па? Қосып жатырмын. Қосып бітірдім. Енді араластырамын. Бақылау жасап отырыңдар. Түсі өзгеріп жатыр ма? Түсі өзгеріп жатыр. Дегенмен бұл суды әлі де бізге ішуге болмайды. Ішуге болмайды. Себебі біз бұған хлор қоспасын қосқан болатынбыз. Хлор қоспасы, естеріңде болсын, хлор қоспасы тек тазалықта пайдалану керек. Яғни тазалықта пайдаланса, хлор қоспасы бактериялар мен микробтарды өлтіреді. Соны естеріңде болсын. Осымен біздің тәжірибеміз аяқталды. Сендер тәжірибеге қатысқандарыңа сендерге рахмет айтқым келеді. Сізге де рахмет. Сізге де көп рахмет. Ой болса, біз қоштасамыз. Сау болыңыздар.